Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Сонымен, бұл сутегі толтырылған шар. Ол құрамда газ тәріздес сутегі түрінде үлкен химиялық энергияны қамтиды, және оттегімен бірге қосылғанда оңай тұтанатын жанғыш затқа айналады. Шарға от қоя отырып, мен қосымша энергия шығарамын, және жылу түрінде көп қуат бөлетін сутегі мен оттегі арасындағы реакцияны іске қосамын. Энергияны сақтау біздің қаламымыздың іргелі қағидаларының бірі саналады. Басқаша айтқанда, тұйық ортада энергияны тудыруға немесе жоюға болмайды. Ол тек бір қалыптан екіншісіне өзгереді. Термодинамиканың бірінші заңы осы қағиданы термодинамикалық жүйенің терминдері бойынша көрсетеді. Ол жүйенің ішкі энергиясын жүйе арқылы алынатын жылу мөлшерімен және жүйе жасаған жұмыстардың көлемімен байланыстырады. Егер жарылысқа қайттан жылуға ден қойғышпен қарасақ, сіз оның қаншалықты ыстық болғанын анық көресіз. Бірақ бөлмедегі энергияның жалпы көлемі жарылысқа дейін қанша болса, сол қалпында қалды. Тек химиялық байланыстар энергиясының жылу энергиясына айналуы орын алды. Жылуды тиімді жұмысқа айналдыру идеясы осы заңның даму тарихындағы басты фактор болды. Өнеркәсіптік революция басталғаннан бері ғалымдар мен инженерлер бу қозғалтқыштарын жасау бойынша жұмыстар жүргізіп, қоғам мен өнеркәсіптің болашағы үшін бу энергиясын пайдалануды үйренеміз деп үміттенді. Бұл пайда кейбір жұмыс орындарын автоматтандыруға және адам еңбегін салыстырмалы, тіпті жоғары энергиямен алмастыру мүмкіндігімен түсіндірілді. Бу қозғалтқыштарының жұмыс істеу қағидасы мынадай: жоғары қысымдағы су буға айналғанға дейін қыздырылады. Жылыту үрдісінде бу пойыздың қозғалысы немесе сұйықтықтардың сорылуы сынды механикалық жұмыстарды жасайтын поршенді кеңейтіп итереді. Сутегі бар шарларды жару қызықты. Бірақ химиялық энергияның жылу түріне айналдыру іс жүзінде жиі пайдаланылмайды. Оны шынымен де пайдаланудың ақылға қонымдысы бұл зымыран ұшыру кезінде. Физикада объектіге қолданылатын күш оны біршама қашықтыққа жылжытса, жұмыс орындалды деп есептеледі. Сутегіні маған жұмыс істеуге мәжбүрлеудің ең оңай жолдарының бірі зымыран жасау. Сутегі мен оттегінің қоспасы шардағыдай. Бірақ егер жарылыс кезінде шар жарылып, энергия барлық бағытта таратылса, Принглс берік қаптамасы энергияны бір бағытқа бағыттайды. Химиялық энергия кинетикалық энергияға айналады, жылуды босатады және зымыранды алға жылжыту арқылы пайдалы жұмысты орындайды. Зымырандар адамдар мен жүктерді ғарышқа тасымалдау үшін пайдаланылады. Бірақ егер мен өзімнің сутегімді көп күнделікті міндеттерді шешуге жұмсамақ болсам, мен энергияны тиімді түрде айналдыру арқылы оны басқаша пайдалануым керек. Мысалы, мұнда ракеталарды дөңгелекке тіркедім. Ол айналған кезде ракеталардың айналу бойынша жұмыс атқарады. Енді мен айналдыру дөңгелегінің кинетикалық энергиясын электр қуатына айналдыра алатын кішкентай динамо машина бейімдей аламын. Кейін мен оны болашақта пайдалану үшін сақтап қоюыма болады. Дегенмен де кез келген пайдалы жұмысты орындаудың орнына бөлмеде ауаны ғана қыздыратын жылу түрінде энергияның тұрақты жоғалу мәселесі туындайды. Сол себепті мұндай жүйе шын мәнінде тиімсіз саналады. Энергия жоғалып кетпесе де, негізінде бұл мүмкін емес. Әйтсе де, бөлмедегі ауаны жылытып тұратын жылу энергиясына ауысқан кезде ол көп жоғалады. Бұл тек менің зымыран құрылымыма қатысты. Шығындарды азайту есебінен энергияның сол көлемінен көп пайдалы жұмыс алудағы тиімділік мәселесі өнеркәсіптік революция кезеңіндегідей бүгінгі күні де өзекті болып қала береді. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.